Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Нұрзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзбек халқының хамир хасып деп аталатын ерекше тағамның рецептісін ұсынамын. Жасалу жолын үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, жылы су құямыз 1 стакан көлемінде, және 1 шай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Енді араласқан қоспамызға ұнды салып, ең бірінші шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнды мен көз мөлшерімен алдым. Мына жерде енді сіз өзіңіздің отбасыңызға қанша адам екеніне байланысты, қонақтарыңыз болса, адамдардың санына байланысты көбейтіп немесе азайтып қамыр елесеңіз болады. Менде мына жерде үлкендеу бір жайым шықты, және 5-6 адамға тамағым артығымен жетті. Енді еленген қамырымыздың бетін жауып, біраз уақытқа тындырып қоямыз. Осы кезде біз 1 кесе күрішке 1-2 стакан ыстық су құйып бұқтырып қоямыз. Өйткені күрішті біз осы тағамға қосатын боламыз. Сол себепті күрішіміз жібіп тұруы қажет. Енді салмасына үйдегі бар кез келген фарштың түрін алсаңыздар болады. Менде сиыр етімен осыған сарымсағымызды турап, 4 бұрышты қылып сақтап турап қосатын боламыз. 1 шай қасық тұз. Бұл енді етіңіздің тұздылығына қарай қосасыз, және қара бұрыш, өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Мен қуырдаққа арналған дәмдеуішті қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы фаршымыздың үстіне жаңағы бұқтырып қойған күрішімізді қосатын боламыз. Күрішті қосып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Енді қамырымызды тағы бір рет қолымызбен басып шығамыз. Иі қану үшін. Иі қанған қамыр жып-жылтыр, теп-тегіс болып, күшті болып жайылады. Енді иі қанған қамырымызды жаюға кірісеміз. Астына ұн сеуіп отырып, ұнның көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Тура мантыға жайған сияқты жаясыздар. Жасалу жолы мантыға ұқсас болып келеді. Енді нанымызды осылай 4 бұрышты қылып кесу керекпіз. Маған ыңғайлы болды. Осы жерде жайған күйінде бірден кесе салдым. Тура мантыға ұқсас, жаңа айтқанымдай, жасалу жолы бірақ өзгеше. Енді начинкамызды саламыз. Ортасына осылай жіңішке қылып орналастыру керекпіз. Барлығын салып алғаннан кейін хамир хасыптың түйілу жолын көрсететін боламын. Байқасаңыздар, мен начинкаларды қиғашынан салып жатырмын. Енді 2 шетін осылай жабып, бір жағын ғана осылай жабамыз да ораймыз. Тағы бір түсінікті болу үшін көрсете кетейін. 2 шетін, сосын бір жағын ғана жауып, осылай орап шығамыз. Манты сияқты түймейміз, тек қана жауып орасаңыздар жеткілікті.
Хамыр хасыптың жасалуы өте тез, бірақ өте тойымды тағам. Бізге өте ұнады. Бірінші рет жасап көрдім. Бірінші реттен жасағаннан осылай шықты. Өте әдемі болып шықты. Отбасыларыңызды қуантқыларыңыз келсе, күнделікті макароннан жалыққан болса, арасында осындай дәмді ерекше тағамдармен қуантып тұруларыңызға болады. Балаларға да жегенге өте ыңғайлы, қолдарына ұстап, өздері жей береді. Ішіндегі начинкалары шашылып қалмайды, тіпті түйілу жолы да өте оңай. Осы хамыр хасыптың жартысын түйуге менің 4 жасар кішкентай қызым көмектесті. Енді осындай мантоварканың ыдысына салып, астын майлап саламыз. Сосын 40-45 минуттай қайнаған буға пісіріп аламыз. Енді үстіне подлива дайындаймыз. Мен сарымсақты, бұрышты және сәбізді қолдандым. Кез келген нәрсемен өздеріңізге ұнаған заттармен подлива жасай берсеңіздер болады. Тұз бұрышын қосып, жақсылап қуырып аламыз және 1 ас қасық томат пастасын қосып жібердім. Және де мен осы подливаға кішкене картоп қостым, тойымды болсын деген ниетпен, бірақ та өзі де өте тойымды тағам екен, қоспай қосаңыздар болады. Үстіне су құйып, қажет мөлшерінде подливамызды пісіріп аламыз. Подлива піскенше біздің хамыр хасыбымыз де дайын болады. Мінекей достар, біздің хамыр хасып деп аталатын ерекше тағамымыз дайын. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, өте тез жасалады. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.